Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі тақырыбымыз Қазақстан Республикасының азаматтық құқығын түсінігі, азаматтық құқық субъектілері мен объектілері. Азаматтық құқық Қазақстан Республикасының құқық салаларының бірі. Азаматтық құқық адам өмірінің барлық салаларын қамтиды. Азаматтық кодекстің бірінші бабының бірінші тармағында көрсетілгендей, азаматтық заңдар мен тауар ақша қатынастары және қатысушылардың теңдігіне негізделген өзге де мүліктік қатынастар, сондай-ақ мүліктік қатынастарға байланысты мүліктік емес жеке қатынастар реттеледі. Азаматтық заңдармен реттелетін қатынастардың қатысушылары азаматтар, заңды тұлғалар, мемлекет, сондай-ақ әкімшілік аумақтық бөліністер болып табылады. Құқық қатынастарына қатысушылардың азаматтық құқықтары мен міндеттері болады. Олар құқық қатынастарының субъектілері деп аталады. Азаматтық кодекстің бірінші бабында азаматтық заңдармен реттелетін қатынастардың қатысушылары азаматтар, заңды тұлғалар, мемлекет, сондай-ақ әкімшілік аумақтық бөліністер болып табылады деп атап көрсетілген. Азаматтық кодекстің бірінші бабында көрсетілгендей, азаматтық құқықтық қатынастардың негізгі субъектілерінің бірі азаматтар. Азаматтардың құқықтық жағдайы олардың құқық қабілеттілігі және әрекет қабілеттілігі арқылы сипатталады. Азаматтық кодекстің 13-ші бабына сәйкес азаматтық құқық қабілеттілігі дегеніміз азаматтардың азаматтық құқықтарға ие болу және азаматтық міндеттерді атқару қабілетін айтамыз. Азаматтың құқық қабілеттілігі ол туылған кезден басталып қайтыс болған соң тоқтатылады. Азаматтық кодекстің 17-ші бабына сәйкес азаматтың өз әрекеттері мен азаматтық құқықтарға ие болу және оларды жүзеге асыру, өзі үшін міндеттерді туғызу және оларды орындау қабілеттілігі. Азаматтың толық әрекет қабілеттілігі кәмелеттік жасқа толғаннан кейін, яғни 18 жасқа келген кезден бастап пайда болады. Заң құжаттарында 18 жасқа толмаған азамат некеге тұрған кезден бастап толық көлемінде әрекет қабілеттілігіне ие болады. Әрекет қабілеттілігін шектеу және әрекет қабілеттілігі жоқ деп тануы. Азаматтың әрекет қабілеттілігін шектеуі мүмкін, егер азамат ұдайы спирт ішімдіктеріне немесе есірткі заттарға салынса және өз отбасын ауыр материалдық жағдайға душар ететін болса, мүдделі адамдардың арызы бойынша сот оның әрекет қабілеттілігін шектеуі мүмкін. Мұндай адамдарға қамқоршылық белгіленеді. Азаматтың әрекет қабілеттілігі жоқ деп тануы. Егер азамат жүйке ауруының салдарынан немесе ақыл есінің кемдігінен өз әрекеттерінің мағынасын түсінбесе, немесе не істегенін білмесе, мүдделі адамдардың арызы бойынша сот оның әрекет қабілеттілігі жоқ деп тануы мүмкін. Осыған байланысты оған қорғаншылық тағайындалады. Объектілер мүліктік игіліктер мен құқықтар және жеке мүліктік емес игіліктер мен құқықтар деп екіге бөлінеді. Мүліктік игіліктер мен құқықтарға ақша, заттар, құнды қағаздар, жұмыс, қызмет, зияткерлік қызметтің нәтижелері мүліктік қатынастар жатады. Жеке мүліктік емес игіліктер мен құқықтарға өмір, денсаулық, абырой, жеке өміріне, жеке және отбасы құпияларына, авторлық құқығына қол сұғылмаушылық. Азаматтық құқықтың барлық объектілерінің арасында жетекші орынды мүліктік игіліктер. Солардың ішінде заттар алады. Зат термині тірі жануарларға да, жансыз заттарға да қолданылады. Мүліктік игіліктер дегеніміз азаматтық құқықтық қатынас субъектілерінің материалдық және басқа да қажеттіліктерін өтейтін материалдық құндылықтары. Мысалы, энергия, жұмыс және көрсетілген қызметтер. Жылжымайтын және жылжымалы заттар. Жылжымайтын заттар, жер, ғимараттар, құрылыстар, көпжылдық екпелер және жермен тығыз байланысты өзге де заттар, яғни келтірмей ауыстыру мүмкін емес объектілер, кәсіпорындар. Осының бәрі жермен тығыз байланысты, яғни оларды шығынсыз ауыстыру мүмкін емес заттар. Жылжымалы заттар жылжымайтын мүлікке жатпайды. Оның ішінде ақша және бағалы қағаздар жылжымалы мүлік деп танылады.
жылжымалы мүлікке құқықпен тіркеу талап етілмейді. Тұтынылатын және тұтынылмайтын заттар. Тұтынылатын заттар пайдалану кезінде пайдалы қасиеттерін толықтай немесе ішінара жоғалтатын немесе басқа заттарға айналатын заттар. Мысалы, тамақ, құрылыс материалдары және тағы басқалары. Тұтынылмайтын заттар деп қолданған кезде ұзақ уақыт бойы бірте-бірте амортизацияланатын заттарды атайды. Мысалы, ғимараттар, жабдықтар және тағы басқалары. Бөлінетін және бөлінбейтін заттар. Бөлінбейтін зат функцияларын өзгертпесе болмайтын, немесе заң шығару актісінің ұйғарым күші бойынша бөлінуге жатпайтын зат. Бұл қолданылу мақсатын өзгертуге болмайтын заттар, мысалы сурет, кітап және тағы басқалары. Бөлінетін затты қолданылу мақсатын өзгертпестен бөлуге болады. Мысалы, себеттегі жемістер бөлінетін нәрсе, ал мотоцикл немесе автокөлік бөлінбейтін заттар болып табылады. Қаптағы картопты бөлу өзінің шаруашылық мүддесін өзгертпейді, бірақ мотоцикл немесе автокөлікті физикалық түрде бөліктерге бөлшектеу мүмкін болса да, мұндай бөлшектеу олардың мақсатына сәйкес қолдануды жоққа шығарады. Негізгі зат және оның біреуге тиесілігі. Олардың біреуі екіншісіне қызмет ету үшін бірыңғай шаруашылық мақсатта байланысуы мүмкін. Осылай тиесілі зат басқа негізгі затқа қызмет көрсетуге арналған. Онымен ортақ мақсат арқылы байланысқан заттар. Әдетте тиесілі зат басты затпен бірге қолданылады. Қарапайым және күрделі заттар. Қарапайым зат бір элементтен тұратын зат, мысалы орындықтар, жиһаз, тағы басқа. Күрделі зат бірнеше тәуелсіз заттардан құралады. Жанды және жансыз заттар. Жанды заттар жануарлар мен құстар, тағы басқа тіршілік иелері. Жансыз заттар басқа заттардың барлығы. Сонымен қатар Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінде көзделген азаматтық құқық объектілеріне жататындар жемістер, өнімдер мен табыс. Мүлікті пайдалану нәтижесінде алынған табыс осы мүлікті заңды түрде пайдаланатын адамға тиесілі. Азаматтық құқықты жеке мүліктік емес құқық объектісі ретінде қарастыруға болады. Жеке мүліктік емес құқықтарға есім алу құқығы, өмір және денсаулық құқығы, жеке өнертапқыш құқығы, авторлық құқық, еркін жүріп тұру құқығы, ар-намыс пен қадір-қасиет құқығы. Жеке мүліктік емес құқықтардың ерекше объектілеріне денсаулық, өмір, жеке және жеке өмірге қол сұғылмаушылық, отбасылық және жеке құпия, ар-намыс және қадір-қасиет, интеллектуалдық қызметтің нәтижелері және басқалары жатады.